Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Және менің YouTube'ымда бүгін ерекше бір формат болғалы тұр. Менің жолдасым Шыңғыс мырза бүгін менің қонағым. Және біз прогулкада жай ғана отбасы құрайын деп жүргендерге, немесе енді ғана отбасы құрған адамдарға өзіміздің кішігірім бір өмірлік кеңесімізді айтсақ деп едік. Дисклеймер, ешкімге ақыл үйрету ойымызда жоқ. Тек қана өзіміздің опытымызбен бөлісу, бәлкім сізге де пайдалы болып қалар. Видеоны соңына дейін көріңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар, және мен парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеттік па? Сонымен біз отбасы құрғанымызға 2 жыл болды. Осы 2 жылдың ішіндегі ең үлкен өзгеріс қандай сіз үшін? Ең үлкен өзгеріс ол отбасыңдағы адамдарға подстраиваться ету. То есть в первую очередь мысалға ханымның қалауларын учитывать ету. То есть бұрын өзің бас салып кетіп жүре бересің, в принципе, еш нәрсе ойламай. Қазір уже сен ханымның да қалауларын, оған комфортно ма, комфортно емес па, максимально оған жағдай жасау, и содан кейін жаңағыдай балаға максимально тоже жағдай жасап, тоже соның барлығын ойланып. В общем, былай айтқан кезде пландауды үйрендім ғой, короче. Бұрын бас алған жаққа бетіп, если захочу кетіп қала беремін деген сияқты сондай болатын. Қазір уже жоспарлау, стратегия құру, плана, Б, С сөйтіп жүремін. Классно. Ал менің отбасы құрғалы маған прям өте үлкен үйренген нәрсем ол командалық ойыншы болу. Яғни вот примерно осы инсайтқа келеді. Бұрын не только жұмыста, өмірде де мен соло плеер едім да, өзім жалғыз ғана жүре беретін. Қайда барғым келсе де не істесем де өзім білемін деген секілді. Ал қазір автоматом солай мида бір клик болды. Кәдімгідей кез келген қабылданған шешіміңді барып сұрайсың, ақылдасасың, мынау қалай болады деген секілді. Ақылдасу да. И вот бір командалық осылай бір дух сезіледі. Мен ойлаймын, отбасыда команда болу, ол отбасының бір берекесіне өте күшті нәрсе, По-любому, 100%. Кеттік ары қарай. Сосын мен сұрағым бітіп қалды. В целом, отбасы енді ғана құрайын деп жатқан қыз-жігіт болып жүрген парочкаларға не айтасыз? Қыз-жігіт болып жүрмеңдер. Сразу үйленіңдер деп па, 3 кездесуден кейін. Короче, негізі жалпы дұрысы сол, енді одан бөлек ақылдасу деген мәселе бар. То есть менің ожиданиям қандай, партнерымның ожиданиясы қандай, жалпы барлық именно моменттерді ақылдасу. То есть ол тамақ істей ала ма, істей алмай ма, үй шаруасыны қалай, вообще күйеуге шыққаннан кейін немен айналысқысы келеді, финансы отбасыда кім ұстайды, бірге тұрасыңдар ма, бөлек тұрасыңдар ма ата-аналармен деген сияқты. Сондай бүкіл былай айтқан кезде триггерный сондай бір список бар негізі, мынаяққа бүйтіп қойып қойсақ болады, по-моему. И соның барлығын кәдімгі взрослый адамдар секілді сөйлесу керек по-любому. И мысалға кейбір моменттер келмейтін болса, онда бір-біріне шаг вперед жасап, бір ортақ шешім негізі табуға болады деп ойлаймын. Осы мәселелерді ақылдассаңдар намного жеңіл болады. И негізі андай жігіттер очень былай айтқан кезде тормозить етпеу керек қой. Андай примерно түсініп тұрсаң, примерно емес, нақты түсініп тұрсаң, осы әйелің болатын, онда тезірек тездету керек та. То есть ата-анасымен танысу, сондай моменттерді, в общем, тездету керек максимально. Вот сондай. Прикольно. Жүрсен жүре бересің, в общем. Менде андай сұрақ бар. Біз отбасы құрарда жаңағы список бар ғой. Вот типа алдынан ақылдасу керек заттар. Соларды ақылдастық па? И в целом көбісін ақылдастық точно. Давайте осы жерден бір-екі момент. Просто бізде лично менің есімде жоқ та, что біз прям сидели и список міне бірінші сұрақ, екінші сұрақ дегенде ондай болған жоқ. Ну былай әңгіме арасында деген сияқты болды. Но қазір сұрасаңыздар, я бы по списку прошлась. Да. Лучше по списку пройтись. Давайте біздің кейсімізде біз осы сұрақты осылай ақылдастық деген бір мысал келтірсеңіз. Мынаны точно ақылдастық, типа жаңағыдай быт мәселесін қалай шешеміз деген сияқты ше. Мысалы, кім немен айналысады, конкретно кто что умеет. И финанс мәселесі тоже біз ақылдастық. То есть кім ұстайды, қалай болады, сен жұмыс жасайсың ба, істемейсің ба, жұмыс жасайтын болсаң, сен ақшаң қайда кетеді, мен ақшам қайда кетеді деген сияқты сондай моменттер точно ақылдастық. Можно вставлю? И осы жерде бір момент бар, қыз бен жігіт болып жүрген кезде барлығы бір-біріне идеально көрінгісі келеді. И мен ойлаймын, по-любому кейін әйел мен күйеу болған кезде в кавычках маскалар шешіледі да. И сол үшін бірден егер тұрмыс құрайын деп жатсаңдар қыздар, онда бірден айтыңдар, мен мынаны істей аламын, мынаны істей алмаймын деген секілді. Лучше да. Лучше говорить правду, өйткені ертең по-любому ол түсінікті болады. Мысалы мен сразу айттым, мен тамақ жасай алмаймын, мен үй жинамағанмын, жинай
алмаймын, в целом жинағым келмейді. Маған термомикс керек, и типа в целом андай клининг шақыру маған окей, мен негізі істегім келмейді оларды деп айтқан болатынмын, и біз қазір сол правиламен жүрмін. И тағы бір қосқым келген нәрсе, қалай ойлайсың, мысалы басында біз ақылдастық, что типа, ну, допустим, я не знаю, қандай мысал келтірсем болады. Ну, допустим, біз ақылдастық, что мен тамақ дайындаймын деп, бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін я поняла, что я не хочу это делать. То есть басында ақылдасқан шешіммен өзгеруі это норма ма жоқ па? Ну, андай прям сондай мысалға бытовой детальдар болсақ, қатты по идее проблема емес та. Білмеймін, кейбір мәселелер, допустим, ол серьезный мәселе болса, ол как есть айтып, ол өзгертпей қойған дұрыс негізі. Ақылдасылды ма, солай істеу керек деген сияқты. Мысалы, серьезный деген қандай? Ну, в целом, flexible болуға болады любой ситуацияда. Просто партнерың, егер сен шынайы жақсы көрсең, любой неге подстраиваться деуге болады, в принципе. Екі жақтан да ше. Бір жақты болмау керек, ең бастысы. Иә, өте күшті инсайт айттыңыз. Вот 2 жылдағы мен ойлаймын, в целом біздің отбасымыздағы күшті момент маған ұнайтын, екеуміз де флексиблмыз. Андай, ол кісіге керек болып тұрған кезде мен иілем, маған керек болған кезде ол иіледі деген секілді. И бұның барлығы в целом андай махаббат деген неге келетін сияқты, бір какой-то философияға десең, философияға. Жоқ, просто андай да, сен жақсы көретін адамың үшін иіле салу это не проблема. Андай қатып қалу, жоқ, мен аны істемеймін, болды, это мен приоритетімде емес, мен құндылығымда емес. Эгоңды бір жеріңе тықып қоясың кейде. Но в целом я сол эгомен жұмыс пара болған кезде өте күшті болатын сияқты. Окей, келесі сұрақ сізге, ер адамдар өзінің жарын таңдаған кезде қандай бір моменттерге көңіл бөлу керек? Неге қарау керек қыздың? Вообще енді түріне десең. Ол в первую очередь, кстати, да. Ну, қараңыздар, жалпы любой бір осындай сұраққа жауап ретінде біз Құранды и негізі исламды аламыз, дінімізді. Біздің дінімізде осы 4 мәселеге фокус қойсын деген, мен дәл сол 4 критериймен қарадым. Ең бірінші красота дейді, яғни саған ханым ұнау керек, иә. Содан кейін барып оның имандылығы, оның жаңағыдай, мысалы, былай айтқанда понятиясы дейді, короче, неге сенеді, районский, не районский, не нәрсеге сенеді, сенбейді деген сияқты мәселе, иә. Содан кейін барып оның ата-анасы и оның жаңағыдай білімі, біліктілігі, қабілеттілігі деген сияқты осы нелер. Енді давайте пересчитаем, чтобы было понятно. Біріншісі ұнау керек, әдемілігі десек. Екіншісі не только визуально, а в целом адам, короче, саған андай бит тартымды, приятный. Тоқтау керексің, короче, бүйтіп тоқтағың бүйтіп. Тимей қалу керек па? Наоборот, тоқ тиіп, сразу тұрып қалу керексің андай. Короче, мынандай болады да, мысалы, іздеп жүресің, и бум, тұрып қалсан, вот сол уже тоқ тиді деген сөз. Вот бірінші критерий бар деген сөз. Сен уже басқа нәрсе ойламай қаласың. Супер. Окей, ну давайте назовем это тоқ деп. Хорошо? Все уже поняли. Біріншісі тоқ тию. Екіншісі имандылығы. Ну, үшіншісі біліктілігі деп қойға, төртіншісі ата-анасы. Окей, біліктілігі, ата-анасы. Все супер, хорошо. Ал мен осы сұраққа өзім жауап берсем, қыздарда менде мынандай кейс болған. Менің мамам, менің папамды ұзақ уақыт бойы то есть ұзақ екеуі таныс болып жүрмеген, и екеуі екі қалада тұрған ғой. И мен бұрын мамаға таң қалып сұрайтын да, вот мама, қалай сіз вообще танымайтын адамға тұрмысқа шыға салдыңыз деп ше. Сол кезде мама айтқанда маған, вот сен адамың жолыққан кезде әйел адамға бір сезім келеді деп ше. Вот бірінші мен ойлаймын, әйел адамды сезімі алдамайды. Мен ең бірінші немізді кездескенімізді помните? Біз Алматыда, Достық плазада, Ясудада кездескенбіз, ауызашарға барғанбыз сол кезде. И сол кезде біз 4 сағат па табжылмай отырып, бизнес кездесу болған, негізі бір саладамыз ғой, табжылмай отырып әңгіме айттық та, басы бизнеспен басталды, дальше ары қарай өрбіп кете берді. Соңында үйленейік деген сөз болды. Ондай болған жоқ қатты. Ну вот сол кезде уже менде клик болды да, это он деген, білмеймін, сондай бір сезім болды. И мен ойлаймын, әйел адамды вот это сезім алдамайды. И мен примерно сізбен 2-ші или 3-ші рет кездескеннен кейін мен бөлем бар, Жасмин деген. Мен Жасминді алып келем да, кездесем да, Жасминға айтам, кажется, я собираюсь замуж деймін ғой. Жасмин айтады, сен вообще білмейсің ол адамды, вы даже не встречаетесь дейді да. Мы даже не встречаемся, бірақ менде сол кезде сондай сезім болды да, вот мен осы кісіге тұрмысқа шығатын сияқтымын деген. И қыздарға маңыздысы осы бір сезімді не упустить ше. И мен в целом негізі енді болғандай женственность деген тақырыпқа кетіп қалуы мүмкін, но в целом, если вы будете прокачивать свою женственность,
онда жаңағы сезімді сезіне аласыздар да. А если андай бір скованный қатып қалған и более андай ер адамның жасайтын жұмыстарын жасап, в целом сондай еркектік мінез көп болса, мне кажется, әйел адам ондай сезім сезу деген бір скиллын, абилитин жоғалтып алатын сияқты болып көрінеді. Сол үшін өте қатты маңызды вот прокачивать женственность и работать над собой. Сен өзіңмен жұмыс жасай бастасаң, айналаңдағы бүкіл нәрсе өзгеріп кетеді и өте керек, өзіңе керекті адам табылады деп айта аламын. Келісесіз ба? Я вообще андай бүйтіп іздеу деген темаға мен вообще келіспеймін қатты ше. Менде. Когда ты ищешь, короче, ты не можешь найти этого человека. Когда ты работаешь над собой, этот человек сам появляется в твоей жизни. Классно. Негізі вот осы прям главный принцип сияқты, потому что мен біраз достарымды білемін, которые іздейді, тырмысады, бірақ болмайды да. Мен оған айтамын да, сен өзіңмен жұмыс жасап көрдің бе деп ше, өзіңді дамытып көрдің ба деген сияқты. Өзіңмен жұмыс жасау, өзіңді дамыту деген не ол? Ол түсінікті болсын. жалпы в первую очередь негізі андай қазіргі заманда мен ойлаймын ер адам, енді ер адам үшін айтайын мен, ол ақша табу, то есть кәсіп үйрену, найымдағы жұмыста болсаң, сол жақта біліктілігіңді арттыру, постоянно даму үстінде болу, спортпен айналысу, денсаулығыңа мән беру, одан бөлек психологический составляющий реттеу, психологқа, психотерапевтке бару, өзің бір травмаларыңды, өзің бір басыңдағы, короче, кашаларыңды реттеу. То есть былай айтқан кезде тұлға ретінде кемелдену. Ой, әдемі сөз. Кемелдену, сен кемелденсең, бүкіл әлем саған ашылады. Соответственно, сенің запростарың уже шешіледі. Мысалға, ханым қажет болса, ханым шығады алдыңнан. Білмеймін, жақсы жұмыс іздеп жүрсең, жұмыс шығады. Жақсы дос іздеп жүрсең, дос шығады деген сияқты да. Сондықтан осы классно. прокачка деген. Я, мен ойлаймын, әйел адамдарға да плюс-минус осы ханымдарға, өйткені бірінші денсаулығыңа қарау, в целом визуально өзіңе қарау, әдеміленіп жүру деген секілді. И әдеміленіп жүру айналадағылар үшін емес, әдеміленіп жүру алдымен өзің үшін. И мынандай бір состояние болады да қыздарда. Вот сен қанша боянсаң да, өзіңе ұнамайсың, айнаға қарайсың, некрасиво деген секілді сондай сезім болады, потому что это не идет изнутри, ішіңнен шықпайды да. Вот сен ішіңнен шыққан кезде саған косметика да керек емес, ол кезде сен просто так встала, шашыңа тез пучок жасадың да, все, я красивая деп, іште көбелек деп кеттің. Вот негізі мен ойлаймын, әйел адамдарға больше все-таки біз сезімнің адам болғандықтан, андай іштегі нелермен көбірек жұмыс жасау керек, сезімдерді ояту деген секілді, сол сезімдермен көбірек жұмыс жасау керек. Оған әрине психолог көмектеседі, керек болса психотерапевт көмектеседі деген секілді. Таныс бар. Таныс психолог бар. Вот, целом сондай. Так, окей, біз тұрмысқа енді шығайын деп жатқан қыздарға, үйленейін деп жатқан мырзаларға айттық бағандан бері. Енді я хочу вас спросить, енді үйленгендер. Мысалы, бір ай ғана болған үйленгендерге деген осы параларға не айтасыз? Бір ай үлкен срок емес? Енді өздері түсінетін шығар уже. Оларға ештеңе айтпаймын. В принципе, да, не болып жатқанынша. Мен ойлаймын, всегда жаңағыдай ақылдасатын сондай бір не болу керек, үлкен ағалар болу керек деп ойлаймын мен. В первую очередь, отбасылық өмірде енді отбасы институтын енді өкінішке орай қазір шынымен дұрыс оқытпайды, дамытпайды, мектепте үйретпейді, оны бізде университетте үйретпейді. Сондықтан андай да. Сондықтан мен ойымша жаңағыдай жақсы паралар өзің бір жаңағыдай құрметтейтін ағаларыңнан сөйтіп ақылдасып сұраған дұрыс деп ойлаймын. Мысалға, міне осындай мәселелер болып жатыр, осы қалай шешуге болады, не істесек болады. Вообще долгосрочно маған қазір отбасының ішіне не істеу керек, чтобы потом 30 жасқа келгенде, 40 жасқа келгенде жалеть етпейтіндей, чтобы отношения шататься етпейтіндей деген сияқты ше. Бір сұрақ қойсам ба? Ну, в первую очередь парамен ақылдасу. Короче, то есть ашық айту, андай бүйтіп отырып ашық сөйлесу. Вот менде осындай сезімдерім бар саған, осындай бір конфликттер бар, осындай бір ойларым бар, соны біз бір-бірімізді дұрыс түсінбей жүрген сияқтымыз деген сияқты ше. Бірінші сөйлесіп, кейін шешілмей жатса, уже ақылдасуға болады психологпен, отбасылық психологтармен, сондай ағалармен деген сияқты. Ақылдасу. Бір сұрақ бар да, жаңа айттыңыз ғой, допустим, ағалардан сұраса болады деген секілді, екі адамның арасында болып жатқан қай моменттерді ақылдасуға болады, қай моменттерді желательно айтпай қалған дұрыс? То есть отбасыдағы бүкіл жаңағыдай мынандай конфликт деп айтудың қажеті жоқ та. То есть ішкі детальдарды, ішкі кухняны айтудың қажеті жоқ. Там мен осындаймын, ол осындай негізі деген сияқты да. Общий форматта сұрау керек сияқты. Мысалға, сіздер осындай бір жағдайларда, осындай бір конфликттерде қалай шешесіздер? В первую очередь не істейсіздер, қайда жүгінесіздер деген сияқты. Общий сұрайсың да, ағалар өздері, короче, түсінеді примерно уже ше, енді на опыте уже раскидать етіп береді да. А так бүкіл детальдарды
ол негізі мынандай оның осындай нефтема қасиеттері бар, мен мындай деген сияқты қажет емес сияқты да ол. Поняла. Супер. Егер ондай аға жоқ болса не істейміз? Орта жоқ болса не істейміз? Психолог. Бірінші өз-өздерімен шешу, отбасылар, ашық сөйлесу, ересек адамдар секілді. Екінші, уже отбасылық психологтарға бару. Ол нормально деп ойлаймын. Көп жігіттер особенно в целом қарсы, андай псих деп бір нәрсе деп, мен аурумын ба деген сияқты сондай понятиялар бар. Бірақ негізі қазір енді шыны керек, Қазақстан енді лидер ғой, не жағынан ажырасу жағынан ше. Почти там қанша 2 парам біреу деді ма, 3 парам біреу деді ма ажырасады деді да. И бұның барлығы сол отбасы институттарының дұрыс дамауы, отбасылық психологтардың кеңестеріне жүгінбеуі еді. Өздері шеше алмаған соң ең жақсы вариант, конечно же, ажырасу да. Ең жақсы емес, ең оңай вариант. Ең қиын вариант ол жұмыс жасау. Вообще енді ол біздің опытымыз, ол біздің опыт, иә. Мысалға мен өзім білем, ханымдардың 3 типі бар. Допустим, біреуі олар білім жолындағы, білімді жақсы көретін ханымдар, ғылымды. Екіншісі олар бала тәрбиесі, отбасы, очагты жақсы көретін ханымдар. Үшіншісі ол кәсіптегі ханымдар, иә. Бұл тоже енді исламнан алынған. Но в целом мен тоже былай байқаймын жан-жағымда адамдардан. Осы 3 типті адамды көремін да. Вот сенің ойыңша да, вообще сен қандайсың? Ну, сен қандайсың емес, вообще қай типке жатамын ба больше? Я, сен қай типке жатасың, и бұл нәрсе, допустим, сенің опытың ол басқа типті адамға сәйкес келмеуі мүмкін да. Осы мәселе. Потом екіншісі, вообще қай жаста күйеуге шыққан дұрыс деп ойлайсың. И үшінші мәселе, мен просто дисклеймер айта салайын ұмытпай тұрғанда. Короче, идеализировать отношения других нельзя. Типа, біз, как будто кәдімгі видеода бір идеально тамаша үйге кіргенде бізді көрсең де қоясың ғой, короче. Жоғандай, не да? Не идеальнымыз. Бізде де мәселелер болады. Мен өте эмоциональный мысалы отношения. Мен кейде жаным ашиды күйеуіме. Мен эмоцияларыма кішілайтын. Идеализировать етпе өте маңызды. Бұл реальный өмір. Бұл жерде жаңағыдай көп нәрсе болады да. Сіздер тек қана сыртқа қабылған көріп тұрсыздар ғой. Так, окей, сұрақтарға жауап берейін. Бірінші сұрақ, жаңағы әйел адамның 3 типіне байланысты. Мен даже ойлаймын, знаете, әйел адам ол бір типке ғана жатпайды, ол өмірінің әр кезеңінде 3 типке де барып шығатын сияқты, әртүрлі болуы мүмкін, иә. И мен дәл қазіргі күйімді сұрасаңыз, мен 3-ші тип, мен больше кәсіпке жақын. Өйткені қазір андайда біздің баламыз ыбырай бірден асты, уже более-менее оның нянясы бар, мен де уже няняға үйрендім деген секілді. И мен белгілі бір уақытқа оны делегировать етіп қоя аламын. Мен үйдің жұмыстарын полностью делегировать етіп тастадым. И мен қазір больше жұмыс жасауға, дамуға, ақша табуға, өзімнің капиталымды қалыптастыру деген секілді, сол жақ маған қызығырақ, маған қазіргі этапта сол қазіргі этапта кәсіп маған қызығырақ. Бірақ бір кездер болған, мысалы қателеспесем 2020-21 жылдары мен білімге құмар болдым. Ол кезде мен көп ақша тапқан жоқпын. Қарапайым жаңағы қазіргі СММщиктардың мүмкін жалақысы, копирайтерлердің қанша 200-250 мың теңге тауып жүрдім. Вот ол кезде мен қатты білімге ашып болдым. Мен типа түнгі 2-ге дейін, 3-ге дейін жұмыста отырып жұмыс жасай беретінмін. Өйткені мен қатты білімге ашып болдым. Вот сол кез мен андай ғой. Кітап оқыдым, курс оқыдым, дамыдым. My knowledge era деген бар ғой. Сондай бүйтіп төсіне жазған. Күйеуге шыққан кезде именно там ыбырай мысалы бір жасқа толғанға дейін, мне кажется, сен отбасылық неге қатты фокус қойдың. Вот сол кезде менде отбасылық больше сондай фокус болды. Вот примерно сол тұрмысқа шыққан 2023-24, 25-ның ортасына дейін деген секілді. Вот сондай моменттер болды. И мен ойлаймын, әйел адам әрбір этапқа кіріп шығуы, it's okay. Өмір қайда лақтыратынын білмейсіз ғой сізді. Сол секілді. Бірақ главное, мен қазір фокусым қай жерде деген сұрақтың жауабын табу керек өзі үшін. Ну, мне кажется, біреу все-таки болады андай такой доминантный ше. Доминантный всегда болады. Ну, доминантный менде ол стопудово үшіншісі, кәсіпкерлік жағы. Сол жұмыс жақсы көресің сен. Карьера, потенциалды ашу деген сияқты. Вот знаете, мен тұрмысқа шыққан кезде менің таныстарымның, в целомдағы туыстарымның көбісі таңқалған. Өйткені барлығы ойлаған мен примерно бір 30-35-ге дейін тұрмысқа шықпай карьера қуып сөйтіп жүретін адаммын деп. Нет. Так, окей. Кеттік ары қарай. Келесі сұрақ жас туралы болды, иә? Қай жаста тұрмысқа шыққан жақсы ханымдарға деп. Мен ойлаймын, в целом ондай жас жоқ. Бағана айтқандай сезім, әйел адамда сезім бар, сезім келеді. Окей, сезім келмейді, тоже күтесің деген сияқты. Менде сізді мысалы жолықтырған кезде менде запрос болмаған тұрмысқа шыққым келеді деген. Өйткені мен де ойлағанмын, что мен там 30-ға дейін жүремін, мен карьера қуамын деп. Сен оқуға түсемін, мен IELTS тапсырып, мен Америкаға оқуға кетіп бара жатқанмын негізі. Виза бермей қалды просто. И мен андай немді, бүкіл фейлдарым неге айтасыз? Менің жаңағындай, мен өзімді негізі сол кездегі болашағымды былай көретін, мен Америкаға кеттім, Америкада оқыдым, и мен
мүмкін инстаграмның қандай штаб-квартирасында жұмыс жасаймын немесе ютубтың деген секілді примерно сол маркетинг саласындамын деп өзімді елестететінмін. Бірақ Құдайдың маған жазып қойған әдемірек тағдыры бар екен да. Және сол тағдырды таба алғаныма мен негізі өте қатты қуаныштымын. Все. И вот айтқым келгені әйел адамдарға какой-то бір арналған жас жоқ. Просто сезім бар. 40 жаста да күйеу. Я, it's okay. Типа Америкада андай ғой, 30-дан 40-қа қараған шағында тұрмысқа шығу вообще ешкімді осуждать етпейді. И маған сол жағы ұнайды. Сол кезде өзін заңын тапқан и все. Мен все-таки жасырақ шыққан дұрыс деп ойлаймын. Бұл кішкене, бұл кісі андай несі бар ша. Традиционный ақтөбелік сондай. Сондай, сол дұрыс деп ойлаймын мен. Ол мен жеке ойым. Да. Но мен ойымша ондай жас жоқ. Мен өзім 24 жасымда тұрмысқа шықтым. Мен үшін ол идеально болды. Біреу үшін ерте, біреу үшін кеш. Біреулер 18-де тұрмысқа ер адамдарға 25 идеально. Бірақ андай да, если чувствовать етсеңіз, что есейгеніңізді, вообще проблем жоқ негізі. Вообще тоже ислам бойынша пайғамбар, сүннет бойынша 25-те үйленген ғой пайғамбар. Мен ойлаймын 25-те ер адам полный ересек адам ретінде қалыптасып болады деп ойлаймын ше. Сондықтан солай ойлаймын. Все, достар, осымен біздің прогулка подкастымыз аяқталды. Бұл формат сіздерге ұнады деп ойлаймын. Әдеттегідей лайктарыңызды күтеміз, комментарийларыңызды жазыңыздар. В целом, бүгінгі подкаст туралы не ойлайсыздар? Давайте оқырмандарға бір сұрақ қояйық. Осы жайлы не ойлайсыз деген секілді, чтобы қандай инсайт алды? Окей, давайте. Қандай түйін шығарды? Бүгінгі видеодан сіздер қандай инсайт алдыңыздар? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сыйлық береміз комментарийдің арасында. Кітап берейік, не үшін үйлену керек деген кітап бар, Данияр Жігітбектің. Мен үйленердің алдында соны оққам, өзіме қатты ұнады. Сол кітапты Шыңғыс мырза атады сіздерге. Комментарий жазыңыздар міндетті түрде. Сол кітапты ең күшті комментарийға, скорее всего, да, өзіміздің ойымызша. Сол кітапты сыйлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі YouTube видеоларда кездескенше. Аржақта ыбырай жүр. Все, всем пока. Бітті қолымнан ұстамайсыз байлар қарай. Ала қара. Кел. Бұяй. Анан қара. Жаным, жүрегім, сен не істеп жүрсің мына жақта? Все, біз түсіріп тастадық Қарақат ханым. Рахмет сізге. Келе жатқан туған күніңізбен. Бұлай маған кеш. Тәти. Өте баяу таспақа.